Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге 120 теңге тұратын бір ғана заттың көмегімен газ плитаның осындай решеткаларын тап-таза етіп шығаратын боламыз. Сол әдістен кейін біздің газ плитамыздың решеткасы осындай өте тап-таза күйге енетін болады. Және бұны қырып отырмайсыз, ұзақ уақытыңызды да алмайды. Міне мендегі темір осындай қалыпта болды, өте май, бауырсақ әр нәрсе пісіргеннен кейін әбден май болып кеткен. Менің қолымда осындай кішкентай көлемдегі 20 миллиграммдық нашатырный спирт болды. Осыны ғана пайдаландым. Бұл нашатырный спиртті кез келген аптекадан таба аласыздар. Бағасы небәрі 120 ғана теңге тұрады. Темірлерінің барлық жеріне толықтай осылайша жауып шықтым да целлофан пакетке орап қойдым. Бір емес 2-3 пакетке орап қою қажет болады. Сол кезде бізде нәтиже тезірек болады. Қалың пакетке орап 24 сағат, яғни бір тәулікке осы күйінде қалдырамыз. Балалардың қол жетпейтін жерге қойғандарыңыз дұрыс. 24 сағаттан кейін, яғни келесі күні мен пакетті аштым. Пакетті ашып жатқанда-ақ, міне видеода көріп тұрғандарыңыздай майлар өздігінен жібіп тұр. Тек қана түртіп осылай түрсеңіздер болғаны. Ешқандай қазан қырғышты да, ешқандай уақытты да қажет етпейді. Жібіп тұрған майларын түсіруге 2-3 қана уақыт кетеді. Міне видеода көріп тұрғандай майларының барлығы бөлек езіліп дайын тұр. Барлығын пышақпен түртіп түсіріп жібердім. Достар, сонымен қатар менің каналымда қазан тазалаудың, сковородка, алюминий ыдыстарды тазалаудың неше түрлі әдістерін менің каналымнан таба аласыздар. Және алдағы уақытта сіздерге пайдалы, қажетті болатын түрлі рецепттермен, осындай лайфхактармен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан достар, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздаршы достар, осы әдісті пайдаланғаннан кейін газдың решеткасы осындай өте тап-таза жып-жылтыр күйге енді. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер, сіздерге де 100% нәтижесін беретін болады. Достар, сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.